Қайырлы күн, достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бүгін базарды тағы да обзор жасайтын боламыз. Оны біз мақтадан бастаймыз. Мінекей сапасы кішкене нашарлау 750 теңгеден, ары қарай мынау бізде 1100 теңгеден, 1100 и 800 теңгеден бар. Өзіңіздің негізге қарай, қайсын қалайсыз? 50 кило бар, и 25 килолықтар бар екен. Доставка барлық жаққа бар. Сіздерге бір жаңалық айтқым келіп тұр. Егер мен қазір осыны қаласаңыздар, сіздерге қай жаққа керек, сол жаққа қарай жеткізіп берейін деп сондай ойлап тұрмын. Мата болсын, мақта болсын. Егер қаласаңыздар, WhatsApp группа ашайын, сол жерге жазылып, барлықтарымыз не керек, қандай мата керек, соныген осылай видео салып отырамыз. Кімге қандай мата керек, пока сол Алматыда жүрген кезде сіздерге салып беріп тұрайын. Қазір енді түсіріп жатырмын видео обзор. Негізінде қазір мен губкаға барам. Мынау этно мата дейді, 3000 теңгеден. Шапан тігіп жатыр, содан кейін шоперлер тігіп жатқан мата ғой, кішкене қаттырақ формасын ұстайтын. Осы екі түр екен, кіреберістен 1,5 метрлік ені. Мынау тоже 3000 теңге. Осының тағы да бір түрі шығыпты, кішкене жұмсақтау. Мына жерде әрең айтып тұр енді. Сонда да сіздер үшін ешкімге ренжімей бағасын сұрап алды. Қарғадай жүре берейік. Мына кісіні көрейік. Бұл жерде бұл кісіден дак маталар көп екен, әртүрлі. Однотонный түрлері бар екен, цветной түрлері бар екен. Қазір неге жасап жатыр ғой? Дастарханға жасайды ғой, не дейді андай, раннер қылып. Соған однотонный, бір жағын однотонный, бір жағын андай цветной қылып жасаса да болады. Егер қаласаңыздар, сол раннер қалай тігілетінін көрсетейін. Сұрап жатырмын, қалай жеткізесіздер деп. Бұл кісілер таксиге салып жүреді екен, сон такси фураларға салып жүреді екен, қаяққа бару керек. Мынау осындай тойбастар жасайтын жер. Өздері тігеді, өздері сатады. Қазір мына жерде бұлар жан-жаққа жібересіздер ма деп сұрасам, Қытайға жіберіп жатырмыз дейді, ойлаңызшы. Вроде біз Қытайдан алдырамыз бәрін бұндайды. Қытайға жіберіп жатыр қырғыз бауырларымыз, машалла. Бәрін Қырғызстанда тігеді, осы Алматыда тігеді. Осындай заттарды қараңыздаршы. Бізге де тіксе болады. Бізде де қазақтар бар ғой тігетін, машалла. Мынау жаңағы сырға салуға арналған кішкентай 2000 теңгеден екен. Егер керек болып жатса деп салдым, енді өтіп бара жатып. Қатты қызығам тоже, бірақ онша істемейді екен осындай дүниені ше. Мынаны ашып бер деп айтып жатырмын. Кішкене ана ыстық кіле жабысқапты, чуть-чуть. Қазір ашып береді, қалай тігілгенін көрейін деген ғой. Кардон, губка, даже губка емес, синтефон, мынандай мата. Көп расход кетпейді ғой соларға. Тігіп жүргендеріңіз бар болса, не осындай дайын алсаңыздар да болады екен. Міне жаңа айттым ғой, дак матаның жұмсақ түрі, кішкене жұмсағырақ екен. Еще бұл 2000 теңге екен бағасы. Мынандай үш түрі бар екен. Алаша деп қойшады ғой бұрын, жерге төсеп қоятын, көбінесе жерге төселген көргем енді. Мына жан дак матасы, этно құрақ деп қояды ғой. Қызыл түр екен. Мен өзіме жаңа юбкаға мата іздеп жүргем, джинсовый. Заодно мынандай заттар сіздерге көрсетейін деп түсіріп жатырмын. Жіптердің бағасын сұрамай кетіппін. Мынау көйлектерге, киімдерге арналған маталар. Осындай киімге арналған маталар да болады. Мінекей, мынаған көзім түсті енді. Мына жерге көзім түсті. Кішкентай қыздар, 5 жас па, одан да кішкентай ма костюмдар екен. Ана қарасаңыз, мынау қыз ұзатуға күшті енді, машалла. Қырғыз барларымыз уже әбден қолдарын үйретіп алды ғой тігінге. Біз енді тәйтелеп келе жатырмыз. 7000-нан жилеткалар дейді. Әртүрлі 5000-нан бар екен. Мынандай тастарымен күшті, әдемі. Тақиясымен жилеткасы 7000 теңге деп тұр екен. Мынандай үкісімен бірге болады. Ина көйлектер жилеткасымен бірге 12000 теңге екен. Жақсы, әдемі. Не қараңыздар, шушы қандай күшті. 13000 бағасы. Өзім просто осындай қызығам да. Соңген видеоға кіріп кетті ортасында енді. Егер керек болып жатса, қыздар сіздерге көріңіздер. Осындайды да
керек болып жатса базардан алып салып беріп жіберейін. Сіздер көп сұрайсыздар, қай жерде, қаяқтан алса болады деп. Сол көп жерлерде бұндай базар жоқ екен. Сол үшін қаласаңыздар, қалаған заттарыңызды осы жақтан алып салып жіберіп отырам. Сондай ой түйіп отырмын, енді керек болып жатса. Өзімде базарға барып тұрам ғой, керек заттарымды алып. Неке орталарында осындай ыдыс аяқтарды да қойыпты, бұрын жоқ еді негізінде. Осындай ыдыстарды сатады екен. Енді мен өзіме қарағаннан кейін видеоға қосылып кетті. Онша да көп видео түсірген жоқ мен. Көбінесе осы қазақша неге кетіп қалдым ғой. Жилетка, шапан, как раз сол кезде наурыз болатын. Мен біраз уақыттан кейін салып жатырмын видеоны енді. Қазір енді осы модаға келе жатыр ғой, барлық мейрамдарға неге киіп жатыр. Жаңа үйге киген кісілерге осындай кигізіп жатыр. Қазір той бірден киге де нетіп жатыр ғой, қазір қазақша стиль деп. Мына жилеткалар 3000 теңгеден екен. Мен тігінші қыздар керек болып жатса, ішіне синтефон салып сырған. Синтефон салған жұқалау болады, анандай ватин бар ғой, мақтадан жасалған. Сондай салса күшті, формасын жақсы ұстап тұрады, әйбет, денеге де жақсы жатады сол үшін. Нәрсе тағы да сондай этно құрақты маталар бар. Мен енді келесі жолы мына матаны көргім кеп тұр. Алдында бір қызығып кеткен болатын, сол матаны алғым кеп тұр. Қазір мына маталар 3 метрден екен. Жұмсақ болар енді. Так, тағы да не бар? Мыналарды 3000 теңге, жоқ 2000 теңге екен ғой. 2000 теңгеге деді 1,5 метрден. Бас жағында көрдіңіз, 3000-нан еді. Мынау 3 метрлігі 3000 теңге екен мына жерде. Жүрсең табасын арзанырағын. Фетрлар, бірақ бағасын сұраған жоқпын. Жай түсіреді. Фетрлар келесі видеода губкамен көрпеш салғанды үйретемін.